Сәлем достар, сіздерге Бердин Ашынардың арнасындасыздар. Арнамда әртүрлі бағытта түсірілімдер болғандықтан лайк басып тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Дәл бүгінгі видеода осы құрақ түрін толығымен құрақ шығатын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен детальдар керек болады. Ол детальды мына ссылка бойынша өтіп, сызып дайындап алыңыздар. Сонымен достар, детальдеріміз дайын болса, бисмилля деп бастайық. Біздің негізгі суретіміз ортасы тесік конус тәрізді. Соған енді түс үйлесімдігін келтіріп алайық. Конусымыздың кенересін ақшыл түстен қоятын боламыз. Конусымыздың сол жақ көрінісін қою түстен, көк түстен қоятын боламыз. Көлеңкесі сәйкесінше көк түс болады. Кейін оң жағынан қарағандағы түсі ол фиолетовый, ашық түстен, көлеңкесі сәйкесінше фиолетовый болады. Конустан тыс бөлшектеріміз ашық фиолетовый цветтен болады. Детальдерді матаға пішкен кезде өте мұқият болыңыздар. Мен енді детальдердің ішіндегі ең ірі детальді, 4-ші нөмірлі детальді пішіп бастадым. Қарап отырыңыздар, видеодағыдай матамыздың өңін стол бетіне қаратамыз да, деталіміздің оң жағында стол бетіне қарататын боламыз. Детальдерді шатастырып алмаңыздар. Барлық детальдерімізді қалдықсыз қию мақсатында видеоны мұқият қарап отырыңыздар. Мінекей. Менің құрайтын жастығымның көлемі 50-де 70, оған осы конустан 6 дана жеткілікті екен. Сондықтан барлық детальдан 6 дана қиятын боламын. Сіздер өздеріңізге қажетті өлшемге байланысты қанша конус кететінін есептеп алсаңыздар болады. Тігісімен дайын конустың өлшемі ұзындығы 26, ені 22 сантиметр екен. Енді осы көк матадан екінші деталімізді қиятын боламыз. Нөмір 2-ші детальдан тең 3 бұрыштан 6 дана қиып алатын боламыз. Ол үшін жаңағы 3 бұрышымызды матаға қойып, биіктігінен жолақ сызып аламыз да, видеода көріп отырғандарыңыздай жоғары төмен алмастыру арқылы қалдықсыз детальдарымызды қиятын боламыз. Мінекей 6 деталь сонымен дайын. Келесі деталь бізде жаңағы көк детальді қалай сыздық тура солай, бірақ жаңағы 4-ші деталімізді ақ бетін жоғары қаратып сызатын боламыз. Бұл бізде конустың оң жағынан қарағандағы көрінісі фиолетовый цветте болады. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар, ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарийға қалдырсаңыздар, шабыт беретін едіңіздер. Сонымен лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Сонымен достар, жалпы 3D құрақтары аса дәлдікті қажет еткендіктен, алдында дайындалған детальдарыңызбен дәл ғып қиюларыңыз керек детальдардың бәрін. Мінекей сонымен дайын болды. Келесі бізде 2-ші тік үшбұрышымызды дәл осы фиолетовый цветтен қиятын боламыз, 6 дана. Бірінші қоямызда ұзын ғып жолақ кесіп аламыз, кейін үстіне қойып, алмастыра отырып, қалдықсыз қиюға тырысатын боламыз. Мінекей, екі жақ шетін әдемілеп қиып тастаймыз да, дәл видеодағыдай әдемілеп қиып аламыз. Келесі бізде ақшыл цветтен ең бірінші деталімізді сызатын боламыз. Ол үшін әдеттегідей биіктігімен сызып, жолақтар сызып аламыз жіңішке. Сол жолақтың үстіне дәл осы бірінші деталімізді ақ бетін төмен қаратып, мінекей әдемілеп қалдықсыз осы детальдарды әдемілеп сызып шығатын боламыз, кейін әдемілеп қиятын боламыз. Дәл осы бірінші детальдан 12 дана, 3-ші нөмірлі детальдан 12 дана сызып қиып алатын боламыз. Мінекей, біз бірінші деталімізді қиып болып қалды қазірге. Ендігі бізде 3-ші деталімізді ақ бетін жоғары қаратып, сызып қиып алатын боламыз. Видеоға мұқият болыңыздар. Мінекей, ақ бетін жоғары қаратып, әдемілеп сызып шығамыз. Достар, түсінікті болды деп ойлаймын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийде жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын.
Сонымен достар, міне үшінші детальдің 12 деталі де дайын болды. Келесі бізде осы конусымыздың сыртқы беті болады. Оны ашық фиолетовый түстен жаңағы 4-ші деталімізден қиып алатын боламыз. Осы 4-ші деталімізді ақ бетін жоғары қаратып 6 дана, ақ бетін төмен қаратып 6 дана деталь сызып алатын боламыз. Мінекей, өздеріңіз көріп отырғандарыңызда 1-ден 2 жолақты дайындап алдым. Мінекей, біріншісіне ақ бетін төмен қаратып, қалдықсыз қиюға тырысып, дәл осылай сызып алыңыздар. Әдемілеп қиып, 6 дана үшбұрышымызды дайындап аламыз. Екінші жолағымызға деталіміздің бетін, ақ бетін жоғары қаратып, сызып шығып, әдемілеп қиып алатын боламыз. Сонымен достар, барлық детальдарымыз дайын болды деп есептейміз. Мінекей, құрастырып аламыз. Қазір барлық қиып шыққан детальдерімізді әдемілеп бір құрап алатын боламыз. Қарап отырыңыздар. Мінекей, ең бірінші жаңағы оң жағынан қарағандағы мынау көлеңкесі, мынау сол жағынан қарағандағы көлеңкесі. Бұл конустың кенересі, мінекей, бағана қиып алған 12 деталімізді осылай қойып шығамыз. Мынау сол жағынан қарағандағысы, мынау оң жағындағы қарағандағы конусымыздың көрінісі. Міне, енді осы конустарды біріктіріп тұратын түсіміз. Тігіп бастар алдында әдемілеп осылай стол бетіне құрастырып аламыз. Негізгі бөлшектерді араларына қосып, түзу тігіспен қосатын жерлерін ең соңына қалдыратын боламыз. Дайын болсақ, бисмилләмізді айтып, тігіп бастайық. Ең алдымен жаңағы 1-ші, 2-ші, 3-ші детальдерімізді өзара қосып шығамыз. Әр детальді қосатын кезде жоғары жағынан 5 мм қалдырып тігіп отыратын боламыз. Өйткені 3-ші деталь, 1-ші мен 3-ші детальдің өзара қосылатын жері бар. Сондықтан детальдерді қосу барысында мұқият болыңыздар. Мінекей, қазір тағы бір шетін қосып өтетін боламыз. 1-ші деталь мен 3-ші детальдің арасында қосылатын жерін қазір көрсететін боламын. Сонымен қарап отырыңыздар. Мінекей, 1-ші мен 3-ші детальдің арасында қосылатын тігіс мінекей. Осы жер әдемі қосылып түсу үшін бағанағы үшбұрышқа қосқан жерлер кезде алдында бір 5 мм-дей қалдырып тігетін жер осы жер мінекей. Қазір міне екеуін бетпе-бет келтіріп, мына ортасындағы фиолетовыйдың бұрышын алдыға қарай тартып отырып тігетін боламыз. Міне қосқан кезде әп-әдемі болып осылай шыға қалады. Енді қарап отырыңыздар. Дәл осылай осы бөлшектерді рет-ретімен бір-біріне өзара қосып шығатын боламыз мінекей. Екі үшбұрышты бірдей теңестіріп қостық. Енді көкпен ақшыл 3-ші детальді қосатын боламыз мінекей. Бұл жерде енді 5 мм қалдырып керек емес. Тек қана бұрыштар бір-бірімен әдемі қиылысатын кезде ұмытпай 5 мм-ден қалдырып тігіп отыру керек болады. Мінекей, көріп отырсыздар. Сонымен келесі үшбұрышымызды бір-біріне әдемілеп қосып алатын боламыз. Міне көкке қостық. Енді 2 мен 3-ті қосатын боламыз. Міне өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай
бірінші деталь мен үшінші детальдің өзара қосылатын жеріне жеткізбей 5 мм тігіліп кеткен жағдайда 1-2 жүпті соңындағы суырып сөгіте салсаңыз болады. Енді мені бетпе-бет бір-біріне келтірдік. Енді екеуін қосатын боламыз. Сол кезде ортасындағы көгі әдемі шығатын болады. Сонымен бір айтатын нәрсе, осы тігіп жатқан кезде де, детальдерді бір-біріне бетпе-бет қойған кезде де теп-тегіс шығу үшін сызып арнайы дайындап қатты қағазға бекітіп алған детальдарымызбен дәлме-дәл болу керек. Әр детальды әдемілеп ұқыптылықпен сызсаңыз, бәрі біркелкі әдемі шығатын болады. Мінекей, сонымен соңғы тігісімізді тігіп жатырмыз. Бірінші жолақты әбден әдемілеп қосып алдық. Міне сонымен арасындағы тағы да 4 жолақты өз бетімізше қосып аламыз. Мінекей мен қосып шықтым. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бұл жерде. Біріншісін сіздермен қостым, ортасындағы 4 жолақты өз бетімше қостым. Ендігі 6-шысын түсініктірек болу үшін тағы да сіздер мен біздер болып қосып шығатын боламыз қазір. Ал кеттік ында. Бисмилләмізді айтып тағы да бір бастайық. Міне, үшбұрышымызға бірінші және үшінші деталімізді айналдыра қосып шығамыз. Міне, әдемілеп бұлай қойып аламыз. Мына жағынан бастап 5 мм қалдыра отырып, осы жағынан бірінші мен екінші детальді қосып шығатын боламыз. Міне, артаға осы жіптерін қиып тастап отырыңыздар. Мінекей, көрдіңіздер ме, жоғар жағынан 5 мм қалдырып тіктім. Енді жаңағы үшінші деталімізді қосу керек. Бет-бе-бет әдемілеп мінекей қоятын боламыз. Видеоға қарап мұқият болыңыздар. Арасын ашып отырып, бұлай әдемілеп жапсырамыз. Тағы да 5 мм қалдырып отырып тігеміз. Мінекей, видеоға мұқият болыңыздар. Енді бірінші деталь мен үшінші детальді қосатын боламыз. Ол үшін осы детальдерді әдемілеп бет-бе-бет біріктіреміз. Ортасындағы үшбұрышты көкті алдыға қарай тартып, тура осы жерден қазір қосып тігіпті шығатын боламыз. Мінекей. Тура осыны қазір тігетін боламыз осылай, түзу тігіспен. Мінекей, біз тігіп алдық. Қараңыздар, қандай түп-түзу болып, әтіп-әдемі болып шыға қалды. Енді мына 2-3 бұрышты өз ара қосатын боламыз. Достар, бәрі түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийді жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Мінекей, сонымен біздің мына 3 бұрышымыз да дайын болды. Енді осы екеуін өз ара қосып тігетін боламыз. Мінекей. Осындай 2 детальді бір-біріне қосқан кезде 2 детальді бір-біріне беттестіріп алып, 5 мм-ден екі жақ шетінен шығып тұратындай етіп жасаймыз. Мына видеода мұқият қарасаңыздар, астыңғы деталімізден үстіңгі деталіміз 5 мм-ге шығып тұр. Дәл солай тіксеңіздер, екеуінің ашқанда арасын олар тегіс түсетін болады. Мінекей, сөзбен айтып жеткізе алдым ба сіздерге? Мінекей, көрдіңіздер ме, арашын ашқан кезде ол бірдей шығатын болады. Дәл осылай
екінші үшбұрышымызды да қазір қосып шығатын боламыз. Мінекей, сонымен қалған детальдерімізді біріктіретін боламыз. Дәл солай, міне үшбұрышымызды бірінші детальге әдемілеп бірдейлестіріп қойып аламыз да, оң жағынан, мына бұрышынан 5 мм қалдырып тігетін боламыз. Егер тігіліп кеткен жағдайда, бірінші деталь мен үшінші детальді қосатын кезде, сол жоғар жағынан 1-2 өтіп кеткен петляны сөгітіп жерсеңіздер болады. Міне, көрдіңіздер ме? Міне 5 мм қалдырдық. Дәл осы шетінен екінші деталь мен үшінші детальді қосқан кезде дәл солай тағы қалдыратын боламыз. Мінекей, бірінші детальдің басын қайыра тұрғамыз. Кейін екінші детальға үшінші детальді міне әдемілеп бір тегіс қып қойып, тағы да жоғарғы бетінен міне 5 мм қалдыра отырып, мына басынан 2 мен 3-ті қосатын боламыз. Мына түрік вилюрі жылжымайтын болғандықтан мен көбіне ине қолданбаймын. Жылжи беретін мата болса, сіздер біріктіріп алған жерден бірден инемен түйреп алып тіксеңіздер болады. Мінекей, енді ортасын біріктіріп, бірінші мен үшінші детальді әдемілеп біріктіріп, екінші детальдің ұшын ортасына қарай қайырып, мінекей тігетін боламыз. Мына үшбұрышын. Дәл осы бұрыштарды әдемі етіп қоссаңыздар, 3D құрақтарыңыз өте әдемі шығатыны сөзсіз. Мінекей, қараңыздар. Артық жіптерді бірден қиып отырыңыздар. Екі жұмыс жасамайтындай. Кейін үтіктегенде мына тігістерді ортасынан қақ жарып үтіктеңіздер. Сонда міне қараңыздар. Осылай әдемі түсе қалады. Міне, енді келесі 2-3 бұрышты бір-біріне біріктіріп, осындай уақытта жылжи беретін болса, әдемілеп инелермен түйреп алыңыздар. Сонымен детальдарды өзара қосып жатқанда, бетпе-бет түсіп жатқан тігістерді мұқият беттестіріп отырыңыздар. Кейін барлық құрақтарды бір-біріне қосқан кезде, жаңағы тігістер бір түзу тігістің бойымен болған кезде әдемі тұратын болады. Мінекей, соңғы тігістерді тігіп жатырмыз. Мына жолақтағы әдемілеп бір-біріне қосып аламыз да, қазір жаңағы алдында дайындаған осындай жолақтарды өзара қосып шығатын боламыз. Мінекей, бірінші 2 жолағымызды қосамыз. Тігістер бір түзу сызық бойына келетіндей етіп, беттестіріп тігіңіздер. Дәл осы жерде әдемілеп инемен түйреп алсаңыздар да болады. Мінекей, әдемілеп қосып алатын боламыз қазір. Дәл осындай 3D құрақтары өзіме қатты ұнайды. Негізгі оюды да жақсы ойып тігемін. Бастапқыда көбінекей ою көрпелер тіккенмін. Ол кезде осындай видеоға түсіру деген ойыма келмепті де. Сонымен достар, каналымның өсіп, өніп, өркендеуіне үлес қосам десеңіздер, достарыңызбен бөлісіп, комментарийда лебіздеріңізді айтып, идея тастап отырсаңыздар, осындай өзімнің білген білімімен сіздермен де бөлісіп отыратын боламын. Сонымен міне дайын болған өнімімізді ішіне жағынан мінекей достар, сонымен дайын болған өнімімізді әдемілеп іш жағынан жаңағы тігістерінің бәрін қақ жарып отырып үтіктейтін боламыз. Әдемілеп бір үтіктеп аламыз да,
жастығымызға дәл келетіндей қылып қазір басқа түспен тегістейтін боламыз. Мінекей, менің керекті жастығымның тысының үстіне қойдым. Енді міне астына қағаз қойып, нүктелермен белгілеп, әдемілеп деталь дайындап алатын боламыз. Ол үшін дайын жастығымның тысына біздің құрағымызды ұшпа-ұш қоямыз да, қалған жерін жаңағы детальсыз аламыз. Жетпейтін жерін толтыру үшін детальсыз аламыз. Мінекей, менің 2 деталім дайын болды. Жоғар жағында жіңішкелеу болады, төменгі жағына жетпейтін жерін сол қызыл матамен толтыратын боламыз орнын. Енді үлкендеу деталімізді қойып, соның биіктігімен әдемілеп жолақ қиып алдым. Міне үлкен деталімізді қойып, үшбұрыштап, мінекей, көріп отырғандарыңыздай, тура осы видеодағыдай жасасаңыздар, кішірек детальді мынаның жоғар жағына. Көрдіңіздер ме? Дәл осылай детальдерді қалдықсыз дайындауға тырысамыз. Мінекей, дәл осы видеодағыдай сызып, детальдеріңізді дайындап, қиып алыңыздар. Кейін әдемілеп бірге қосып тігіп шығатын боламыз. Мінекей, әбден сызып дайындап алған деталімізді әдемілеп қиямыз. Енді мынандай ортасынан қиып тастамаңыздар. Ортасында артық тігіс болмау үшін осылай мұқият үшбұрыш қиыңыздар. Мінекей, дәл осылай видеодағыдай қиып алыңыздар. Мінекей, 3-3-тен 6 деталіміз дайын болды. Енді міне дәл видеодағыдай осылай қойып, әдемілеп, тігіп, қосып шығатын боламыз. Міне бұрыштарын кішкене шығарыңқырап, әр бұрышты қосқанда 5 мм-ге жеткізбей бірінші бұрыштан оңнан солға қарай тігетін боламыз. Екінші бұрышты дәлдеп алып, тура сол бұрыштан мына жағына қарай, оңға қарай тігетін боламыз. Міне, дәл осылай қалған детальдарды қосып шығыңыз. Мінекей, сонымен менің жастығым дайын болды. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше.